жетістіктерге жетіп жатқанымыз бар. Осы мектепке тардай болып, талдай болып шығып жатқанымыз бар. Сіздерге алда келе жатқан мұғалімдер күнімен құттықтаймын. Алдағы өмірлеріңізге тек бақыт, байлық пен саулық тілеймін. Өмірде тек тәрбиелі ұстаз оқушыларға шығара беріңіздер. Өмірді сіздер ғана көтетесіздер. Саламатсыздар ма? Мен сіздерді ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы мектебіміздің мақтаныш мұғалімдері, пикеттар, біздің өзіміздің жақсы көретін мұғалімдердің бірі сіздер. Қасымыздан әрқашан табыласыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Енді өздеріңіздің әріптестеріңізге тілектеріңізді айтып кетсеңіздер. Рахмет, құрметті оқушылар. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, ата-аналар, оқушылар. 5 қазан министріміз Аним Сембаевтың атынан шартты түрде осы 5 қазан күні мұғалімдер күні тойланатын болды. Барлықтарыңызға осы мұғалімдер күніне шығармашылық табыс тілеймін. Барлықтарыңыздың аңсаған армандарыңыз, мақсаттарыңызға жете берулеріңізді тілектеспін. Уәлихан мектебінің ұстаздары және Қазақстан Республикасының ұстаздары баршаңызды мынау өзінің әріптесім, басшымыз, мектеп басшысы Меруерт Сәдуқызын, жалпы әріптестерді 5 қазан төл мерекесімен құттықтаймыз баршаңызды. Отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын, мереке құтты болсын. Тілі пәнінің ұстазы Алтаева Қалип апайымыз өзінің әріптестерін орыс тілінде құттықтайды. Уважаемые и дорогие мои коллеги, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Желаю вам, во-первых, крепкого здоровья, во-вторых, никогда не уставать, сил, терпения в вашем нелегком труде. Желаю вам больших творческих успехов. Сіздердің арқаларыңызда, сіздердің берген кітаптарыңыздың арқасында білім алып жатқанымыз бар. Енді өздеріңіздің әріптестеріңізге арнап тілек айтып жіберсеңіз. Мектебімізде істеп жатқан ұстаздарымызға тек жақсылық тілейміз. Істеп жатқан жұмыстарыңыз жоғарыдан көріне берсін, жемісті болсын, оқушыларымызға кереметтей білім бере берсін деп тілеймін. Сіздердің арқаларыңызда осындай жетістіктерге жетіп жатқанымыз бар. Енді сіздердің өзіңіздің әріптестеріңізге тілектеріңізді ыстық лебіздеріңізді айтып жіберсеңіз. Ал құрметті әріптестерім, ұстаздар, мынау келе жатқан төл мерекелеріңіз құтты бола берсін. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, жұмыстарыңызға береке, табыс тілеймін. Мынау тәрбиелеп отқан осындай керемет шәкірттеріміз, Құда қаласа, әрқайсысы бір жерден мықты маман болып шыға берсе, мәртебеміз биік болар еді біздің. Сізге зор денсаулық, қайрат тілеймін. Осындай өзіңіз қаншама оқушы шығарып жатырсыз, солардың бәрі үлкен жетістікке жетіп, сіздің үмітіңізді ақтағанды шын жүректен тілеймін. Енді өзіңіздің әріптестеріңізге тілегіңізді айтып кетсеңіз. Құрметті әріптестер, 5 қазан ұстаздар күн мерекесі құтты болсын. Сіздерге шығармашылық табыс, зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Сіздерге бақ пен береке, ырыс-несібе тілеймін. Еткен еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Сізді келе жатқан ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Сізге шәкірттеріңіздің жемісін көре беріңіз. Ал енді өз әріптестеріңізге қандай жылы лебіз айтар едіңіз? Құттықтауларыңызға рахмет. Келе жатқан ұстаздар мерекесі баршаңызға құтты болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Әрдайым жарқырап жүре беріңіздер. Шығармашылық табыстар тілеймін. Армысыздар, құрметті ұстаздар, ұлағатты ұстаздар. Сіздерді 5 қазан ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.
отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Жұмыстарыңызға шығармашылық, толағай табыстар тілеймін. Алты алаштың басы қосылса, төрдегі орын ұстаздығы демекші, әрқашанда сыйлы мамандықтың иесі болып, шат-шадыман көңіл күйде тек биік белестерді бағындырып, күліп ойнап жүре беріңіздер. Саламатсыз ба, Гүлжан апай, сізді мерекемен құттықтаймын. Өз әріптестеріңізді құттықтап жіберсеңіз. Құрметті ұстаздар, алдағы келе жатқан ұстаздар мерекесі құтты болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Өсіріп отырған жаңағы оқытып жатқан, білім беріп жатқан оқушыларымыздың жемісі жүре беріңіздер. Барлығыңызға зор денсаулық тілеймін. Рахмет, апай. Құрметті ұстаздар, сіздерді келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймын. Алты алаштың басы қосылса, ұстаз деген төрден орын алады. Ғафу Қайырбеков ағамыз айтқандай, ұстаз болу жүректің мәртебесі, ұстаз болу батылдықтың мәртебесі демекші, сіздерді шын жүрегімнен құттықтаймын.